Жаратылыстану қосымшасы бұл Android операциялық жүйесіне арналып жасалды. Бұл мектеп бағдарламасының жаратылыстану пәні 6 сыныбы, оның ішінде 2 бөлім адам жер шары ғалам деп аталатын бөлімге арналған. Толықтырылған шындық технологиясына негізделген, яғни оның ағылшынша қысқартылған атауы AIR технологиясына негізделген қолданба. Негізгі бетте бізде өтілген тақырыптар бойынша пайыздық көрсетілім және қолданушыға арналған нұсқаулық ақпарат сөзі бар. Мұнда тақырыптар тізімі көрсетілген. Ескерту: біз алдыңғы тақырыпты өтпей, келесі тақырыптарға өту мүмкіндігі жоқ. Мұнда барлық тақырыпқа арналған сәйкесінше AIR модельдер, анықтама және видео материалдар жазылған. Микроәлем. Микроәлем бұл молекулалар, атомдар, элементарлық бөлшектер. Бұл өте ұсақ, бақылауға келмейді. Кіші өлшемдерге қатысты айтылады. Микроәлем нысандарын зерттеу үшін арнайы аспап. Модель көру мүмкіндігі. Бізге осындай нұсқаушы сөз шығады, яғни камераны бос кеңістікке төмен бағыттап, ақырындап орнын ауыстыруымыз қажет. 2-3 секунд ішінде біздің моделіміз экранында көрсетіледі, яғни оны алыстатып, жақындатып, немесе айналдырып қарау мүмкіндігі бар. Келесі модель қарау мүмкіндігі. Келесі модель бізде телескоп моделі. Оны жылжыту, айналдыру, жақындату арқылы қарау мүмкіндігіміз бар. Немесе оны 3D модельде де қарай аламыз. Тақырыппен танысып болған соң, материалдармен таныстым батырмасын басамыз. Келесі тақырыпқа өтуімізге болады. Сәйкесінше тақырыптарды өту кезінде біз әртүрлі модельдерді қарай аламыз. Моделіміз шығады, оны қажет болған жағдайда фото немесе видео түсіріп алуға болады. Тақырыппен танысып болған соң, келесі тақырыпқа өтеміз. Келесі бізде жер бетін бейнелеу тәсілдері. Мұнда біз картамен жұмыс жасау мүмкіндігін көре аламыз. Мұнда жер шарының политикалық картасы. Біз кез келген аумақты таңдау арқылы оның астанасын ақпарат ала аламыз. Келесі бізде Қазақстан картасы. Кез келген аумақты таңдаймыз, бізге оның астанасынан және жер аумағынан хабардар болу мүмкіндігі бар. Келесі тақырыптар бізде құрлықтар картасы. Карта қарау мүмкіндігі. Келесі бізде халықтар географиясы тақырыбында ежелгі қаланың AIR моделін қарай аламыз. Модель экранға шықты. Оны қажетінше жақындатып қарай алу мүмкіндігі бар. Осылайша біз 2 бөлімге арналған тақырыптарды аяқтадық және осы бөлім бойынша тест тапсырмасына өтеміз. Тест тапсырмаларын дұрыс жауап бойынша сәйкесінше белгілейміз. Және соңында аяқтау батырмасы арқылы тест нәтижесін көре аламыз. Мобильді қолданба пайдаңызға жарасын.